Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы видеода мен сіздерге ынтымақты зейнетақыны есептеуге арналған ең маңызды көрсеткіш 36 айлық табыс мөлшерін қалай есептейтін және қандай көрсеткішке қарау керектігін айта кетемін. 36 айлық табыс есептеу үшін ең басты көрсеткіш ол табыс шегі болып табылады. Яғни 2022 жыл үшін бұл 46 айлық есептік көрсеткішке тең. Ал 2023 жылдан бастап бұл көрсеткіш 55 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Жасы бойынша зейнетақының мөлшерін есептейтін табыс шегі 46 айлық есептік көрсеткіштен 55 айлық есептік көрсеткішке көтеріледі. Бұл 2023 жылдың қаңтар айынан бастап. 46 айлық есептік көрсеткіш дегеніміз не? Айлық есептік көрсеткіш 2022 жыл үшін 3180 теңгені құрайды. 46-ны 3180 теңгеге көбейтеміз. Сонда 146.280 теңге шығады. Яғни осыны 36 айға көбейткен кезде максималды сума шығады. Яғни жақсы ынтымақты зейнетақы алу үшін сол сума өте маңызды болады. Жылдық табыстың сумасы және оны айқындайтын көрсеткіш айлық есептік көрсеткіш болып табылады. Бұл 2022 жыл үшін. Ал 2023 жыл үшін бұл көрсеткіш 55 айлық есептік көрсеткішке тең болады. Яғни орысша айтқан кезде МРП. Енді 2023 жылы қалай есептейміз? 55 МРП-ні 3450-ге көбейтеміз. Сонда 189.750 теңге шығады. Яғни бұл сума әлі 2023 жылы қаңтарда бекітіледі. Жобамен алынған сума, яғни 189.750 теңгені 36 айға көбейту арқылы максималды сума шығады. Яғни бұл сума сіздің жақсы ынтымақты зейнетақы алуға көмектесетін сума болып табылады. Зейнетақы бойынша консультацияға жазылыңыздар және консультацияның артықшылығы ол максималды зейнетақы алу үшін және құжаттарыңызды дайындайсыздар және біз шығатын сумаға 100% кепілдік береміз. Рахмет. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.